Неге бұндай финал болды бұл? Бұндай финал кімге керек? PSG 5-0 Интер. Чемпиондар лигасының ең қызықсыз финалының бірі өтті. Ал тіркеліп алыңыз. Ассалаумағалейкум. Бүгін мен қысқаша PSG Интер Чемпиондар лигасының финал болғандықтан түсірейін деп жатырмын. Басқа ойын болғанда, егер жартылай финал, ширек финал болғанда мен түсірмейтін едім бұл ойынға. Қысқаша айтар ауыз сөзімді айтып қалайын. PSG Интер, жалпы Интер бұлай жеңілетін болса, неге жалпы финалға шықты? Өз орнын енді Барселонаға берсе, Барселона финалға шықса, міне қандай қызық болушы еді. Барселона PSG-ны мүмкін ұтып кетуі мүмкін беді. Я, PSG 100% осы Чемпиондар лигасын жеңімпаз атануға лайық болды. Дезире Дуэ дейтін Golden Boy енді алып тұр. Дембеле де алтын допты алып тұр. Кешеміз алдың күні, мен кеше түсіруге қолым босамады. Алдың күні бұл финал өтті, 31 мамыр, сенбі күні. Мен бұл матчты толықтай көрдім. Соңына дейін өтіп болды, енді сәл Интер. Енді соңына дейін емес, 3 голға дейін PSG 3-ші голды салды. Ол ары қарай енді Интерде мүмкіндік жоқ дедім. Керемет ойнады Дезире Дуэ деген 19 жасар ойыншы. 2 гол соғып, 1 ассист берді. Міне, финалда осындай нәтиже тіркеп отыр. Гол плюс ассист жасаған соңғы рет финалда Роналду. Одан кейін осы Дезире Дуэ болып тұр. PSG жанкүйерлерін құттықтаймын енді. Керемет алғашқы рет Чемпиондар лигасын жеңіп отыр және требл. Керемет. Бұл видео енді кішігірім шорт десек те болады. Мен енді видео қылып түсірдім. Енді қанша деген финал ғой. Финал бұл матчта фаворит PSG болған және PSG болып қала береді. Интерде мүлде мүмкіндік жоқ. Бірақ енді мүмкіндік жоқ дегенде шлей бейтіп 5-0 болып ұтылатынына ешкім сенбеді ғой. Ешкім жалпы жазбады. 5-0 ұтылады дегенді мен ешқайда көрмедім. Мен өзім енді 2 гол айырмасымен, 1 гол айырмасымен жеңіп кетеді деп ойладым PSG-ны. Кварацхелия үшін қуаныштымын. СНГ-ның жігіттері Сафонов пен Кварацхелия чемпион атанып отыр. Кварацхелияның арманы ол чемпион болу деді, Чемпиондар лигасында топ жару деді. Енді Кварацхелия деген PSG-ның деңгейі таза. Наполида ойнап жүргеннен білем, оны керемет ойнайды. Грузияда да қалай ойнайды. Грузия ұлттық құрамасында. Тағы не айтамын? Осы жалпы қызық финал болмады, өкінішке орай. Бірақ енді маусым қызық өтті. Керемет. Маусым өте қызық өтті, мына финалдан басқа. Мынау 3 Еврокубоктың финалы бар ғой, соның арасында конференция лигасының финалы кім ойлады қызық болады деп. Осы 3 финал Тоттенхэм Манчестер Юнайтед мүлде қызық болмады, мына PSG Интер мүлде қызық болмады. Мына Бетис Челси деген қызық болды. Екі команда да дабыл жасады. Ол да бірақ қызық деуге келмейді. Челси мүлде мүмкіндік қалдырмай жеңіп тастады. Бірақ камбэк жасады ғой. Интер бұлай ойнады ғой. Допты алса болды, қайттан бере салады да PSG-ға. Мүлдем ойнағысы келмеді. Бірақ Зомер деген жақсы тұрды қақпаға. Қанша рет қорғап қалды. 5 гол, 10 гол өткізсе де ол үздік деуге келеді. 5 жартылай қорғаушымен ойнады. Чалханоглу деген дым бітірмеді мүлдем. Анау Павар деген вообще қателесіп жүр. Бастони деген жақсы ойнады. Бастони деген қорғаушы. Ал PSG-ға келдік. PSG-ді барлығы жақсы ойнады. Қақпашыдан бастап қорғаушылар бар ма? Анау Пачо деген солар қорғаныста өте керемет сауатты ойнады. PSG жанкүйерлерін құттықтаймын. Осылайша маусым аяқталды. Чемпиондар лигасы қызық болмады финалы, бірақ Чемпиондар лигасының өзі қызық болды. Жаңа форматта алғашқы рет өтті, жаңа форматта алғашқы рет PSG топ жарып отыр және требл жасады. Енді маусым аяқталды, бұйырса. Енді маусым айының басында біздің ұлттық құрамалар ойнайды және биыл негізі жазда мүлдем футбол жоқ деп айтуға келмейді. 5 маусым күні бізде Қазақстан ұлттық құрамасы Беларусьқа қарсы жолдастық кездесу өткізеді. Сырт алаңда 22:00-де 5 маусым, қателеспесем. 9 маусым күні әлем чемпионатына іріктеу, ол солтүстік Македонияға қарсы бізде өте маңызды, біздің Астана аренада өтетін өте маңызды ойын күтіп тұр.
Және осы 2 ойын бар Қазақстан құрамасының. Сондай-ақ ұлттар лигасының жартылай финалы және 3-ші орынға талас. Керемет ойындар күтіп тұр. Франция және Испания. Алтын доп шешілуі мүмкін. Енді Ямал барын салады ол ойында. Дембеле бар Францияда. Және Германия, Португалия матчы. Осы 2 жартылай финал, кімдер жеңеді, сол финалға шығады, кімдер жеңіледі, 3-ші орынға таласады дегендей. Осындай қызықты матчтар бар маусым айының басында және маусымның жалпы ортасында клубтар арасындағы әлем чемпионаты деген турнир бар өзі. Іш пысқанда көретін. Сол турнирді енді мен арасында қарап тұрам, Челсидің ойындарын қарайтын шығармын арасында. 1-4 финалдан бастап қарау керек. Қазспорт көрсететін болса егер. Қазспорт көрсетпейтін болса мүлдем. Және ол ойындарды қарауда қиын, 6-да, 3-те болады түнгі. 9-да басталатын матчтар бар және 12-де басталатын матчтар бар, соларды көруге болады. Енді одан кейін ол бітіп, шілденің басында бітіп, сол шілде бітіп, біраз күндер енді футболдан демаламыз, және біздің Қазақстан командаларының отборлары болады. Конференция лигасына, Чемпиондар лигасына, Еуропа лигасына біздің Қайрат Чемпиондар лигасына, Ақтөбе Еуропа және Ордабасы мен Астана конференция лигасында жалпы іріктеулеріне қатысады. Ал біздің бүгінгі видео аяқталды. Мен енді Чемпиондар лигасынан қарағанда біздің жазда не болатынын көп айтқан сияқтымын. Сау болыңыздар. Бірге енді бұл финал қызық болмады, бірақ келесі жылғы финал қызық болады. Несесіне маусым қызық болды. АПЛ, Ла Лига деген сияқты. Ал жақсы, сау болыңыздар, тіркеліп алыңыздар, лайк басыңыздар.